بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. Өткен сабағымызда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Алла жаратқан мінсіз құлы екеніне көзімізді жеткіздік. Қал Аллаху Таала: «Ва иннака ла'ала хулуқин азим». Әлбетте сен көркем мінездің үстіндесің. Көркем мінездің өзі сенен өнеге алады. Пайғамбарымыз абәсі қылуы, бір пенденің адамның жүзіне қарап түрін тыжырайтып өзгертуі, ол пайғамбарымызға лайық іс емес, мүмкін емес нәрсе. Сол жерден жалғастыратын болсақ сабағымызда, пайғамбарымыздың қасындағы саны аз сахабалар мүшриктерден күнде зардап, зиян шеккендіктен Алла Тағала пайғамбарымызға рұқсат етті. Қасындағы иман еткендерге, яғни сахабаларға жер бетін кезіп, діндерін, жандарын аман алып қалуға рұқсат етеді. Қоныс аударуға, хижрат жасауға, басқа жерді отан етуге рұқсат етеді. Ол қай жылы? Ол пайғамбарлықтың 5-ші жылында екен. Пайғамбарлықтың 5-ші жылында. Демек, минәс-сәнәтил хамисати минәл би'са. Пайғамбарлықтың 5-ші жылында. Есептейтін болсақ, 5 жыл өткен деген сөз. 5 жылдан кейін болып тұр. Талдайтын болсақ, пайғамбарымыз осы 5 жылдың алғашқы 3 жылын немен өткізді? Алғашқы 3 жылын, пайғамбарлықтың алғашқы 3 жылын жасырын дауамен, насихаттаумен өткізген еді. Демек, жасырын дағуат, насихат 3 жыл жалғасқан болса, зардап мүшриктер тарапынан қиындық қанша жыл жалғасып тұр? 2 жыл жалғасып тұр. 2 жыл жалғасып тұр. 2 жыл жалғасын табуда. Себебі алғашқы қоныс аударушылар пайғамбарлықтың нешінші жылында кетіп тұр? 5-ші жылында. Қай айында? Раджаб айында неге шыққан екен? Хабашаға, Эфиопияға жол тартқан. Раджаб айында. Жолға шыққандардың саны 15 жалпы. 15 адам, оның 10-ы еркек, 5-і әйел. Көпшілігі ерлі зайыптылар және жүллухум, яғни күллухум көпшілігі, басым көпшілігі Құрайш және саудагерлер. Демек, Құрайш бола тұра, лауазымы бар, өзіндік орны бар саудагер, соған қарамастан дін үшін жандарын алып қайда кетті? Басқа жерді мекен етті. Ал мекендеп бара жатқан, мекен етпек болып бара жатқан жері ол Хабаша. Хабаша сол сәтте немесе сол кезеңде мына 4 мемлекетті қамтыған еді. Барлығы Хабаша деп аталған. Эфиопия, Сумал, сосын Суданның жарты бөлігі. Мына жануб дейді, жануб дегеніміз оңтүстік жағы. Сосын Эритрияның жартысы. Міне осы 4 мемлекет бірігіп, сол сәтте Хабаша деп аталған. Ал мұсылмандар осы біріккен 4 мемлекеттің қай жағына барды, қай жағына қарай қоныс тепті? Суданның жануб жағына қарай, оңтүстік жағы мен Эритрияның жартысына қарай кеткен. Сол жақта барып қоныс тепкен. Қаншалықты мерзім болды ол жақта? Жылдап жатты ма? Жоқ.
4 ай жатқан. Сонда Ражаптан кейінгі қасиетті айдың бірі Шаабан, сосын Құран түскен ай Рамазан, сосын Құраннан кейінгі ай Шәуәл айы. Олар Ражапта кетіп, Шәуәлда қайтады. Неше ай жатты демек? 4 ай жатады. Хижратул Хабашатил уля, алғашқы Хабашаға қоныс аудару. Демек, уля деп айту себебі екіншісі бар деген сөз. Екінші рет қоныс аударады. فعند ذلك تجهز ناس للخروج من ديارهم وأموالهم فرارا بدينهم كما أشار عليه الصلاة والسلام. Міне сол сәтте қиындық күшейген сәтте адамзат немесе алғашқы иман еткендер жандарын, діндерін аман алып қалу үшін не істеді? Пайғамбарымыз ишарат кеткен жаққа кетті. وهذه هي أول هجرة من مكة وعدة أصحابها 10 رجال و5 نسوة وهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة وزوجه أم سلمة وأخوه لأمه أبو سبرة ابن أبي رهم وزوجه أم كلثم وعامر ابن ربيعة وزوجه ليلى. Қазір біз иншалла алда осы Амир ибн Рабиа және әйелі Лейлаға тоқтаймыз. وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل وعبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن مذعون ومصعب ابن عمير وسهيل ابن البيضاء والزبير ابن العوام وجلهم من قريش, көпшілігі Құрайштан. وكان عليهم, оларға басшы болып тағайындалған Хишам деген ғалым сираны баяндаған ең үлкен кітаптың иесі, ол Хишам ибн Малик. Былай дейді: Усман ибн Маз'ун, бағанағы осы 15 адамның әмір дегеніміз имамы, басшысы болып тағайындалған пайғамбарымыз тараптан. فساروا على بركة الله ولما انتهوا إلى البحر استأجروا سفينة أوصلتهم إلى مقصدهم فقاموا آمنين من أذى يلحق بهم من المشركين ولم يبقى مع النبي عليه السلام إلا القليل. өткенде айтып кеткен едік. Ал Усман ибн Аффанға қатысты осы сапарында Руқайя пайғамбарымыздың қызы бар, Алланың ол кісіге мейірімі болсын, сапарға шыққанда былай айтқан екен: Антума ман ауалу юхажиру бa'да лутин фираран бидини. Мағынасы: сендер Лоттан кейін ең бірінші адамсыңдар діндерін алып қашқан. Лоттан кейін. Лот алейхиссаламның оқиғасын білесіңдер. Лоттың қауымына азап түседі, сол кезде дінін, жанын аман алып сол жерден кетеді ғой. Міне осы Лоттан кейінгі ең алғашқы діндерін алып қашып бара жатқан сен екеуіңсің деп айтқан екен. Кімге? Пайғамбарымыз күйеу баласы және қызына Руқайя айтқан екен. Антума ауалу ман юхажиру бa'да лутин фираран бидинихи. Бұл нені білдіреді? Мақтау. Бұл пайғамбарымыздың аузынан шықты деген сөз, ол екі кісіге шарапат деген сөз. Қашан айтқан екен? Міне бірінші хижрасында. Тіпті мына мұсылмандар немесе мына 15 сахаба мекендеген Суданның жартысы, Еретеренің жартысы бар ғой. Сол жерде ислам Мысырдан бұрын кірген дейді. Мысырдан бұрын етек жайып кеткен. Кім себепті? Осы барған алғашқы қоныс аударған сахабалар себепті дейді. Ал Мысырға шамамен 21-ші хижрида келген дейді. 21-ші хижрида. Ал мына Суданның жартысы мен Еретенің жартысы Мысырдан әлде қайда бұрын естеген исламға кіріп қойған дейді. Сол себепті сол жақтағы адамдардың есімі мұсылманский есім дейді. Мұсылманға тән есім. Жақсы. Бірінші қоныс аудару мен екінші қоныс аударудың арасында, осы екі сапардың арасында үлкен оқиға болады. Ол Омар ибн Хаттабтың исламға келуі болады. Демек, 15 адам мына жақта жатыр. Қайда? Эфиопияда жатыр. Жетті аман есен, мүшриктердің зардабынан алыста жатыр. Қанша ай? 4 ай. Осы сәтте Меккеде үлкен оқиға орын алады.
Соның бірі өткенде оқыдық, Хамзаның исламға келуі. Екіншісі Омар ибн Хаттабтың дінге кіруі, исламды қабылдауы. Үшінші, мына кісілердің тез Меккеге қайтуына түрткі болған, себеп болған осы үлкен нәрсенің үшіншісі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда тұрып Нәжім сүресін оқиды. Нәжім сүресін оқып келе жатып, мына бір аятқа тоқталады да, сол аятта, сол жерде мүшриктердің табынып келе жатқан, серік қосқан пұттарын мақтап кетеді. Содан мүшриктер артында қарап отырған бәрі разы боп қуанып сәжде етеді. Меккеде мүшриктің барлығы иман етті деген хабар жайылып, сол хабар қайда жетеді? Эфиопияға жетеді. Оны естіген 15 адам болды. Мүшриктер тарапынан енді зардап жоқ, енді қиындық көрмейміз деп тез арада қайтады. Алда иншалла оны нақты тоқталып өтеміз. Біріншісі Омардың исламға келуі. Исламу Омар. Исламу Омар. وفي ذلك الوقت من ана кісілер Эфиопияда жатқанда أسلم الشهم الهمام عمر ابن الخطاب العدوي القرشي بعدما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة أذاهم. Міне осы уақытта батыр болған, ешкімнен қорықпаған Омар ибн Хаттаб әл-Адауи әл-Қураши исламға кіреді. Оның алдында мұсылмандарды өте қатты жек көрген, мұсылмандарға да өзіндік деңгейде зиян берген адамның бірі. Себебі, не себеп болды, не түрткі болды, қалай исламға келді? Мына кісі бір риуаятты айтады. Қалат Лейла, ол жоғарда тұрған 15 адамның бірі. Кімнің әйелі? Амир ибн Рабианың әйелі Лейла. Демек, мына кісілер жүгін жинап, жолға қамданып жатқан кезде болған оқиғаны айтады. Қай жаққа кетейін деп жатқанда? Эфиопияға шығайын деп жатқан кезде болған, сол сәтте болған оқиға. Қалат Лейла, Амир ибн Рабианың әйелі. Бұл кісі ертеден исламды қабылдаған, алғашқы қоныс аударушылардың бірі. 2 рет Хабашаға қоныс аударған. Сондай атаққа егісі. Ихдал мухаджирати ли ардил хабашати ма заужиха. Хабаша жеріне өзінің күйеуімен қоныс аударушылардың бірі. Кана Омару ибн al-Хаттаб мин ашаддин наси алейна фи исламина. Кімнің сөзі? Лейланың сөзі. Омар ибн al-Хаттаб адамдардың ең қатысы еді, бізге не істеген, зиян берген. Біздің исламымызға, яғни исламды қабылдағанымызға қарсы тұрып, көбірек зиян берген адамның бірі осы еді. Фаламма ракибту, сөзді қысқартты. Фаламма ракибту дегеніміз дайындалып жолға шықтық. Баири, түйемді. Уриду ан атаваджаха иля ардил хабаша. Уриду ан атаваджаха иля ардил хабаша. Хабаша жеріне бет алмақ боп отырдым. Иза дегеніміз фужаия. Фужаия дегеніміз кенеттен деген сөз. Демек, күтпеген жерден не істеген? Жолығып қалды. Иза ана бихи. Анау бір сөз емес, ана бихи деген. Жеке сөз. Иза ана бихи. Кенеттен кімге жолығып қалдым? Омарға. Фақала ли, Омар айтады. Иля айна я умма абдилла, немесе я умма абдулла. Ей Абдулланың анасы, қайда бет алдың? Фақулту қад азайтумуна фи динина. Сендер біздің дінімізде, немесе осы дінімізді ұстанғанымыз үшін, сол дініміз үшін сендер бізге көп зиян бердіңдер, зардап көрсеттіңдер. Надхабу фи ардилла, Алланың жеріне кетеміз. Хайсу ла ну'за, қай жаққа? Зиян көрмейтін тыныш жерге барамыз. Фақала, сонда Омар радиаллаху анху айтты, сахибакумуллах. Негізі зиян берушілердің ішіндегі ең қатысы. Көбірек зиян берген адам Ләйланың кетіп бара жатқанын естіп, мүшриктердің қолынан қашып бара жатқандығын естіп, не деп айтып тұр? Сапарларыңды Алла серік болсын, сапарларың Алла жәрдем берсін деген жақсы
сөз айтып шығарып салып тұр. Айтпағаны 10 болсын деген сияқты да. Оған не істеді? Ләйлә таң қалады. Қалай ол? Сахибакумулла дейміз, сапарларыңда Алла жәрдем болсын, Алла қолдасын. Алламен болсын сапарларың. Фәләммә жаа зәужи, Ләйләнің сөзі. Омар кетіп қалады да, кім келді? Амир ибн Рабиа келгенде Ләйлә баяндайды. Ахбартуху бима раайту мин риққати Омар. Омардың бағынағы жылы лебізін көрдім. Айтқан сөзін естіп, соны күйеуіме Амирға жеткіздім. Фақала тарджина ан юслима ау ан яслима валлахи ла яслиму ау ла юслиму хатта яслима химарул Хаттаб. Ал Амир Омар ибн Хаттабтан көп, яғни Омардың қолынан көп зардап шеккендіктен Ләйләнің әсерленіп тұрғанына әсерленгісі жоқ. Сонда сен Омардың, яғни оның исламға кіруін, исламды қабылдауына үміттеніп тұрсың ба? Алламен ант етейін, ол исламды қабылдамайды, оның мініп жүрген есегі қабылдамағанша. Не айтпақ? Мүмкін емес дегенді айтып тұр. Мұстабаат дегенімізде хайхата, қайда оның есегі бірінші қабылдасын, сосын көреміз. Демек, Омарға деген карахиясы, Омар тарапынан бұл кісілерге қатты зиян келген. Сол себепті айтып тұр, мүмкін емес оны. وذلك لما كان يراه من قسوته وشدته على المسلمين. Неге есегі бірінші қабылдасын деп айтты? Себебі Омар тарапынан мұсылмандарға болған қаттылықты, қатыгездікті көргендіктен осылай айтты. ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه قال قبيل إسلامه. Бірақ ешкім күтпеген нәрсе. Омар ибн Хаттабтың исламға келуі бибаракати даъватил Мустафа. Қалған сахабалардікі дағуамен емес, дұғамен емес. Қалған сахабалардікі көпшілігі немен? Абу Бакр Сыддықтың үлесімен, себебімен. Абу Бакр Сыддық барып дағуаттайды. Билалді не істейді? Тағы басқа күндерді, құлдарды ақшасымен азат етіп алады. Достығы бар да бұрынғы, жақындығы. Сол себеп болады. Ал дұғамен келген ол Омар. Міне, қабила исламихи, исламға кірердің алдында, исламды қабылдардың алдында пайғамбарымыз екі Омарға дұға жасаған еді. Я Раббым, исламды екі Омардың бірімен несте үстемет, ұлық ет. Аллахумма а'иззал ислама би Омарайн. بعمر وكان إسلامه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه التي كان المسلمون يجتمعون فيها وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه الصلاة والسلام. من يكنش عمر كمول أبو جهل. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين نمسي بأحب عمرين. Екі Омардың саған сүйіктісі кім? Сол сүйіктіңмен, немесе сол сүйікті Омарыңмен исламды үстемет деген еді. Пайғамбарымыздың осы дұғасы себепті Омар исламды қабылдады. Қай жерде? Дарул Арқам ибн Абил Арқамның үйінде. Неге? Себебі сол кезде сандары аз, барлығы жасырын кімнің үйінде жиналушы еді? Осы сахабаның үйінде. Омар исламды қабылдаумен Алла тағала пайғамбарымыздың үмітін ақтады дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол екі Омардың біреуі кіретін болса, осындай болады деп үміт еткен еді. Сол үмітін Алла не істеді? Хаққақа іске асырды, ақтады. Фақат қала Абдуллахи ибн Мас'уд мин риваятил Бухари рахимахуллаху та'ала ма зилна а'иззатан мунзу аслама Омар. Кімнің сөзі? Омар, Абдулла ибн Мас'удтың сөзі екен. Не деп айтты? Біз үстем болып қалдық, үстем бола бердік. Үстемдіктеміз неден бастап? Қашаннан бері? Омардың исламды қабылдағаннан бастап әлі де не болып қалдық? Үстем еттік. Айза.
абыройымыз асқақ. فإنه طلب من رسول الله أن يعلن صلاته في المسجد ففعل. Исламды қабылдағаннан кейін пайғамбарымыздан Омар нені сұрады? Я Расулалла, маған рұқсат етсеңіз, Кәбаның қасына барып намаз оқып, исламды қабылдағанымды ел алдында паш етсем рұқсат етесіз бе деді. Рұқсат еткен еді Омарға ғана. Жалғыз сахаба рұқсат алған. Екінші сахаба бар, ол алда өтеміз. Өтіп кеттік. Кім? Абу Зар әл-Ғифари. Рұқсат алмаған, бірақ сонда да бар паш етіп, таяқ жеп, зәмзәмді ішіп семірген адам еді. Радиаллаху анху. وقد أدرك الكفار كآبة شديدة حينما رأوا عمر أسلم. Омардың исламды қабылдағанын көрген мүшриктер өте қатты неге түседі? Кааба дегеніміз қиындыққа, үрейге, дүрбелеңге қатты кіріп кетеді. Содан не істейді? Омар деп қоя сала ма? Жоқ. وكانوا قد أرادوا قتله حتى اجتمع جمع حول داره ينتظرونه. Енді мына кітап мубтадиин, бастаушыларға арналғандықтан Омардың исламға келгенін толық айтып отырмайды. Негізі басқа кітаптарда Омардың қалай келгені баяндалған. Ол баршамызға мәлім, сол себепті оған кірмейді. Жалпылама айтылмаған, керек болған мағлұматтарды айтып қана шол өтеді. Содан кейін мүшриктер, бастамасында Құрайш бар, Омардың исламға кіргенін естіп не істеді? Жеке-жеке келе алмайды, барлығы білет. Беттесіп, ешкім Омарға тұра алмайды білет. Содан не істеді? Ижтамау. Не қылды? Жиналып кеп, Омардың ауласын үймен қоршап алады. Музахара дейді бұны. Музахара дейміз, көтеріліс, бунтовать ету. Жеке-жеке келсе, Омар бәрін қыртсайды. Сол себепті не істеді? Кеттік деп бір-бірін тартып жиналып келеді. Міне, жиналу, көтеріліс жасау, ол мүшриктердің, кәпірлердің сипаты дейді. Мұсылмандар үйтіп ешқашан жасамайды екен. Тарихтағы ең алғашқы музахара, көтеріліс, бунтовать ету, қарсылық таныту осы жерден басталған дейді. Тарихтағы, яғни мұсылмандардың тарихындағы көтеріліс қашан болған? Омардың исламды қабылдаған сәтінде дейді. Омар үйде отыр. Кім келді? Фажаал Ас ибн Уаил әс-Сахмию. Әс-Сахмию. Бұл кімнің баласы? Кімнің әкесі? Амр ибн Астың әкесі. وهو من بني سهم حلفاء بني عدي قوم عمر. Бұл кісі неге келді? Бұл кісінің тайпасымен, Омардың қауыммен тайпасымен арада не бар? Одақтастық бар. Біреуден опық жеп, зардап көріп жатса, сол кезде жәрдем береді. Неге? Бағанағы одаққа сүйене отыр. Сөз бергендіктен. Келді дейді. Келген кезде киіп келген киіміне тоқталады. Демек, кейде киімнің өзі кейбір жерлерде мәселені шешеді деген сөз. Ал қазіргі таңда киім көп нәрсені шешеді. Киімнің өзі көп нәрсені шешеді. Сіздің киген киіміңізге қарай адам сізбен сөйлеседі, және сіздің киген киіміңізге қарай сіздің деңгейіңізді анықтайды. Бағалайды. Ал киген киіміңіз өте нашар болып, орташа болса, сізге көзінің қырымен қарап қана қоя салады. Сөйлеспейді. Демек, киімнің өзі не істейді? Роль атқарады. Оған дәлел. Ва алейхи дегеніміз киіп келген киіміне тоқталды. Хуллатун хибара. Хибара деген сөз мағынасы зина деген сөз. Өте қымбат. Сосын нақышталған. Мына жағалары да бейт нақышталған, ойымен тігілген сондай көзге түсетін қымбат киім киіп алған. Ва қамисун, сосын хулла деген шапан, соның ішіндегі жағалы қамис бар екен, көйлек. Макфуфун бихарир, не істеген? Мына шеттері бетіп көмкерілген дейді ғой бет. Немен? Жібекпен. Ол көзге бірден түседі. Мысалға, Наурызда бәріміз қазақы киім киіп алсақ, ол байқалмайды. Әдетте басқа уақытта қазақы киім киіп алыңызшы, ерекшелім шаға келесіз, ол көзге түсіп кетеді. Тура сол сияқты мына кісі келгенде қымбат және күміспен бүйтіп жағалары қайырылған, тігілген киімді киіп алып келіп тұр. Назарға түсе ме, түспей ме? Ал көпшілігі не істеп тұр? Омарды бүйтіп толықтай үйін қоршап алған.
Демек, назарды алып, көңілді бөле ме? Бөледі. Демек, ол кісінің кіргенін бәрі көрді. Фақала ли Омар, кіріп келгеннен кейін үйіне амандықтан кейін бұның барын айтпайды ғой енді. Кіргеннен кейін не деп айтты? Мә бәлік, немесе мә бәлука я Омар, саған не болды? Фақала заама қаумука аннахум саяқтулунани ин әсләмту. Мына сенің сыртта тұрған, сенің деп бұл жерге неге айтты? Неге ол кісі сен деп тікелей шығып тұр? Себебі Әл-Ас ибн Уаил әлі мүшрик. Бірақ неге кеп тұр? Бағына одақтастық деген сөз ол жоғары тұрады. Ол ар-намыстың мәселесі, кодекс та. Лақтырып кетсең болды. Ол тарих бетінде солай қалады. Сөзінде тұрмады ол. Сол себепті кеп тұр. Соған қарай, соған орай. Омар не деді? Сенің мына сыртта тұрған қауымың деп тұр да. Сонда қауымға ананда жатқызып тұр. Сен мүшриксің деген сияқты. Олар осындай ойда мен исламды қабылдадым, ол исламды қабылдаған екен, біз оны өлтіреміз деген ойда сыртта тұр дейді. Қала, сонда Әл-Ас ибн Уайл жоқ дейді. Сабила илейка фаана лака жарун. Жоқ, олар саған жол таппайды, олар сені өлтіре алмайды, олардың саған зияны тимейді. Мен тұрғанда, мен саған не болам? Жар. Не болам? Қамқор болам. Фаамина Омар, міне сол кезде Омар не істеді? Амандықта болды. Ва хараджал Ас фаважадан наса қад сәлә бихим. Сәлә емес, сәлә дегеніміз мәлә деген сөз. Мәлә дегеніміз толып кеткен. Нені? Бихимил уади. Демек, Омардың үйі, оның алдына дейін тұр, мынадай сай тұрды. Демек, сол сайға мүшриктер толып кеткенді. Неге? Жалғыз ешкім бетпе-бет келе алмайды Омарға. Фақала, айна туридун. Не үшін жиналдыңдар, не мақсатта келдіңдер? Демек, қай жаққа кетіп бара жатсыңдар емес, көрдіңіздер ма? Мысалға сізге айна турид деген кезде нені сұлап тұр? Қай жаққа кетіп бара жатсың емес, не мақсатта келіп тұрсыңдар? Айна туридун. Қала нуриду хаза ибн әл-Хаттаб. Хаттабтың баласын қалаймыз. Әлләзи сабаа. Сабаа дегеніміз мүшриктердің қолданатын сөзі. Айтпағы не? Пұтқа табынушылықты тастап кеткен адам сабаа. Олардың ұғымда кәпір болып кетті. Сол себепті олар сабаа деп айтады. Ал бізде дінге кіріп шығып кеткен адам не деп айтамыз? Мұртат дейміз. Олар не деп айтып отыр? Сабаа, яғни не істеді? Ата баба дінін тастап басқа дінге өтіп кетті, кәпір болып кетті деген сөз. Қала сонда Әл-Ас ибн Уайл айтады, ла сабила илейхи. Мен тұрған кезде оған сендер жол таппайсыңдар. Айтпағы не? Кетіңдер деген сөз. Фараджа аннасу мин хайсу атау. Олар келген жағымен қайтты дейді. Демек, киім рөл атқарып тұр ма? Киім рөл атқарып тұр. Тағы да, діннен не жоғар тұр? Ол айтуға болар еді ғой, немесе келмей қойса да болар еді ғой. Кім? Әл-Ас ибн Уайл. Нені естіп? Омардың исламды қабылдаған естіп келмей қойса да болады ғой. Ол исламды қабылдады, болды, арадағы не кетті, бұзылды деп, бағана одақтастық болды, кетті деп, ол күшін жойды деп келмей қойса да болар еді ғой. Жоқ, мұсылман болса да сабаа. Олардың ұғымы бойынша діннен шығып кәпір болып кетсе де неге кеп тұр? Сол одаққа кеп тұрды. Демек, олардың кейбір мәселелері бар, діннен жоғары тұрады. Діннен жоғары қойды олар. Ар-намыс кодексі бар ғой, өте жоғары тұрған ол кезде. Міне. Демек, бірінші хабар болған оқиғаны түсіндік. Омар ибн әл-Хаттабтың исламға келген білдік. Осы хабар қайда жетеді енді? Анау Хабашада жатқан 15 адамның құлағына жетеді. Қуаныш па, қуаныш емес па? Қуаныш. Мұсылмандарға қуаныш болып келген болса, құт болып келген болса, мүшриктерге ол не болып келді? Жұт болып келеді. Руджу мухаджирил Хабаша. Хабашаға кеткендердің қайтуы дейді. Демек, қайтуға себеп болған нәрсенің бірі Омардың исламды қабылдағаны. Ва бa'да 3 ашхур min xuruji muhajiril habashati raja'u ila Мәккәті. Демек, 3 ай өткеннен кейін,
Жолдағы бір айды есептесеңіздер 4 ай болады. Бару мен қайтуы 1 ай алады. Тіпті барудың өзі 1 ай, қайтудың өзі 1 ай алады. Сонда жалпы сапардың бас аяғы қанша ай алған? 4 ай. حيث لا تتيسر لهم الإقامة بها أو فيها لأنهم قليل العدد وفي كثرة بعض الأنس. Демек, Хабашаға кеткендер қайтты, шамамен 3 ай 4 айдан кейін мерзімде. Қайту себебіне тағы бір түрткі болған нәрсе, зат ол, ана жақта сандары көп аз ба? Сандары аз. Ал адам саны көп болып барса, сол санның көп болуы не береді адамға? Жылулық береді кейде. Саны көп болған кезде. Не істемейді? Жерді бөтенсімейді. Жер сынып кете береді да көп болғандықтан. Ал адамның саны аз болса, адам не істейді? Жер сынбей бөтенсіп жүреді ана жерде. Сол себеп болды да олар Хабашаға не істей алмады? Тұрақтай алмады. Саны аз да. وَفِي كَثْرَةِ بَعْضُ الْأُنْسِ. Демек, адамның көп санды болуы неге әсер етеді екен? Унске. Унс дегенімізде жер сынып кете береді. Бөтенсімейді да. وَأَضِفُ إِلَى ذَلِكَ. Оған қоса мынаны айтсақ болады. أَنَّهُمْ أَشْرَفُ قُرَيْشٍ وَمَعَاهُمْ نِسَاؤُهُمْ. Және жер сінбеуіне қосымша айтсақ, нені қоссақ болады? Ол анау-мынау адам емес қой. Жаңа пақыр, құл емес қой. Бұлар кімдер? Жөллухум мен Құрайш. Көпшілігі Құрайштың шарапаттылары, көсемдері да. Ал көсемдердің табиғаты не істеп қалған? Көпшілікпен болады да олар. Көпшіліктің алдында жүреді. Көпшіліктің аузында жүреді. Ана жаққа барады да бөтен болып қалды. Ешкімді танымайды. Мысалға сен ешкім танымайтын бір жерге барсаң не істейсің? Араласатын адам жоқ, сырласатын адам жоқ. Жерсінбейсің. Тура сол болды. Және әйелдермен барып тұр. Қиын ба? Қиын. وَهَؤُلَاءِ لَا يَطِيبُ لَهُمْ عَيْشٌ. Олар өмір сүре алмайды. فِي دَارِ غُرْبَ. Бөтен жерде. بِهَذِهِ الْحَالَ. Осындай жағдаймен. Демек, екінші себеп бар екен олардың қайтуына. Түрткі болған ол не? Сандары аз, бөтен жерде әйелдермен барып тұр. Елді сағынды. وَقَدْ أُولِعَ بَعْضُ الْمُؤَرِّخِينَ بِحِكَايَةٍ يَجْعَلُونَهَا سَبَبًا فِي رُجُوعِ مُهَاجِرِ الْحَبَشَةِ. Кейбір муаррихин, тарихшылар, тарих ғалымдары не істеген? Улиа дегеніміз мына бір хикаяға жақсылап тыңдап аламыз, түсініп алайық. Осы бір хикаятқа не істеген? Көбірек берілген. Улиа дегеніміз жанған мағынасы соған бейім болып, сонымен көбірек шұғылданып кеткен. Сол хикаяны мына тарихшылар не істеген? Мухажирлердің қайтуына себеп болған негізгі осы дейді. Ол қандай хикая? Вахия аннаху балағахум. Оларға хабар жетті. Исламу қаумихим. Мына Меккедегі қауымы исламды қабылдады деген хабар жеткен. Хинама қараа алейхим ар-расулу саллаллаху алейхи ва саллама сурatan наджми. Пайғамбарымыз оларға Наджм сүресін оққан сәтте олар не істеген екен? Исламды қабылдаған. وتكلم فيها كلاما حسنا عن آلهتهم حيث قال. Және сол Наджм сүресінде олардың Аллат, Вал-Узза, Ва-Манат деген пұттарына жақсы сөз айтқан екен. Мақтаған екен деген міне осы аят. Түсінікті ме? Қала, мынадан кейін айтады. Мына аяттан кейін айтады. Хайсу қала ба'да أستعيذ بالله أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. Көрдіңдер ғой ана лат пен Уззаны, Манатты көріп тұрсыңдар ғой. Мен осы жерден кейін басталады. Осы аяттан кейін. Тилкал ғараниқу. Ғараниқ дегенімізде жам'у ғарнуқ. Вахия туюр ва юраду бихал малаика. Демек, анау тұрған лат, Узза, Манат олар кімдер? Періштелер. Жақсы деп жатыр ма? Әл-Али, немесе Әл-Ули, үстем болған, жоғары болған періштелер. Ва инна шафаатухунна ла туртажа. Және періштелер болады да олардың шапағаты үміт етіледі дейді. Сонда бағанағы лат, сосын Узза, сосын Манатты
мына сөздермен пайғамбарымыз мақтап тұр ма, мақтап тұрған жоқ? Мақтап тұрған сынды. Солай ма? Солай. Түсінікті ма? Кеттік. Фасаджаду и'заман лизалика ва фарахан. Соны естіген кезде артта отырған мүшриктер ойбай деп атып тұрады да қуанғандықтан ұлықтап кеп не істеген? Сәжде етіп жіберген. Мәселені түсіндіріп жатырмыз біз. Солай болды деген жоқпыз. Басында мәселені қалай болды, мына мәселе неден туындады, соны ашықтап жатырмыз. Кеттік. Демек түсінікті болды ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда тұрады да, Нәжім сүресін оқып келе жатып, мына аятты оққаннан кейін мынандай сөз қосылып кеткен. Ал оны кім айтты деген? Пайғамбарымыз айтқан. Демек оны айтқан болса ол қайда? Құранда. Құранда болған болса ол вахюн. Вахюн болған болса ол кімнен келді? Аллаху субхана ва тағала тарапынан. Кім жеткізді? Жибрил алейхиссалам. Ал осы Нәжім сүресінің өзінде тұр дейді. Қандай сүре бар? Қандай аят бар? وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ وَحْيٌ إِلَّا يُوحَى. Ол ойдан, өзіндігінен тоқып сөйлемейді. Жоғы нәрсені айтпайды. Бәлкім оның сөйлегені немен? Вахи арқылы деді. Демек, вахи арқылы болған болса, мына аяттан кейінгі пұттарды жамандап кеп, пұттарға сөз тигізіп кеп, пұттар пайдасын бермейді, зиянын бермейді деп кеп, ол ана пұттар періште сияқты, олардың шапағаты бар деп айтып кету қалай болады? Вахи етілген ба сонда? Кеттік. وَهَذَا مِمَّا لَا تَجُوزُ رِوَايَتُهُ. Міне, пайғамбарымыз осындай намазда, таң намазында немесе бір намазда Нәжім сүресін оқыпты да, мына аяттан кейін оларды жақсы деп мақтапты деген риуаятты айтуға болмайды екен. Демек, мына оқиға өтірік деген сөз. Жалған деген сөз. Негізсіз. Тоқталайық. Ла тәжузу риуаятуху. Айтуға болмай ма? Жоқ. Илля мин қалили лидрак. Қалили әлидрак. Не істеуге болмайды екен? Түсінігі аз болған, түсінігінде проблема болған адамдар үшін айтуға болмайды. Түсінігінде проблемасы бар, түсінігі кем болған, аз болған адамдарға айтуға болмайды. Аллазина янқилуна кулла ма важадуху гайру мутасаббитина мин сиххати. Демек, айтпағы не? Кез келген сира кітабын алып, тарих кітабын алып, өзіңіз оқып, сол кітап бетінде баяндалған пайғамбарымызға қатысты, өміріне қатысты риуаяттың барлығын зерттеместен, анық қаны жетпестен айта беруге болмайды деп тұр. Оқыңыз, пайғамбарымыздың мінсіздігіне, кемелдігіне нұқсан келтіріп тұрса, тоқтаңыз. Анықтап алыңыз. Дұрыс па, дұрыс емес па мынау? Демек, сол мақсатта, сол үшін не істеп жатыр? Түсінігі аз адамдарға айтпау керек екен бұны. Уаха нахну улаи насуқу лака. Міне біз саған мына оқиғаны келтірдік. Адиллатан нақли вал ақл аля бутлани ма зукир. Жоғарыда айтылып кеткен пайғамбарымыз пұттарды мақтады дегенге нақыл, сосын ақыл тұрғыдан дәлел келтіреміз. Не үшін? Ол дұрыс емес екеніне, мүмкін емес екеніне. Әммәл хадис нақылға келетін болсақ, фасанадуху ва матнуху қалиқан. Демек, мына хадис, яғни хадис дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Нәжім сүресін оққаны, және сол жерде пұтты мақтап кетті деген хадис қой келіп тұрған. Аят емес қой, хадис. Дұрыс па? Ол хадистің иснады дейді, иснады сахих деген. Түсінікті ме? Кім айтқан оны? Имам Ибн Хаджар Асқалани өзінің Фатх деген кітабында мына хадистің иснады дұрыс деген. Валакин ла тасих ма'нан деген. Демек, сахихун иснадан ғайру сахих ма'нан. Немесе шаз ма'нан. Мағынасы жағынан шаз, қағида қарамағыш келеді. Бірақ иснад дегеніміз жету жолдары өте көп болған дейді. Бұл хадистің сол себепті жету жолы көп болғандықтан иснады дұрыс дейді да, бірақ мағынасы дұрыс емес. Ал мағынасы дұрыс емес болған болса, шаз деген анықтаманың, яғни хадис саласында шаз деген сөз бар. Хадис саласында, хадис ғалымдарының арасында мутаватир деген сөз бар, терминология, машхур деген терминология бар, дұрыс па? Мауду деген терминология бар, макзуб деген бар. Сосын шаз деген бар. Шаз дегеніміз не? Хадис саласында. Шаз дегеніміз несі?
иснады дұрыс болғанмен де мағынасы қарама қайшы келетін, мағынасы жараспайтын, жоғары өзінен дұрыстығы жағынан жоғары тұрған Құран мен аятқа не болып келіп тұрады, әрдайым қарама қайшы болып тұрады. Соны не деп айтады? Шаз дейді. Демек, өзінен сахих болған, өзінен дұрысырақ болған хадиске немесе мағынамен келген аятқа, Құранда айтылып кеткен аятқа қарама қайшы келіп тұрған болса, иснады дұрыс болса да не істейді? Алынбайды. Бұл шазға жатады. Мынау сондай хадис. Түсінікті ма? Ал бұл хадисті амал етуге болмайды, айтуға болмайды деген кім? Әл-Қади Ияд Шифа деген кітабында. Әш-Шифа би-та'рифи хукуқил Мустафа деген кітапта мына оқиғаның негізі жоқ деген, бұл хадисті айтуға болмайды деген. Бірақ имам Ибн Хаджар Әл-Асқалани хафиз, хадис танушы, шарақтаушы не деді? Жоқ, мына хадистің иснады дұрыс, бірақ мағынасы дұрыс емес деді. Түсінікті ғой, не деп айтқан? Сөзі мынандай. Айтқан сөзін жеткізетін болсам, ләһә әсәрун деген. Бұл хадистің негізі бар деген. Айтпаға иснады бар. Ла настати'у инкараха. Оны жоққа шығара алмаймыз. Қай тұрғыдан? Иснады жағынан. Бірақ min хайсу хабар жағынан болатын болса, ал min хайсу ма'наха, ал мағына жағынан келетін болсақ, айтып тұрған мағынасы келетін болсақ, шаз деп айтып кеткен. Демек, иснад жағынан біз ол иснадына қарсы келе алмаймыз, жоққа шығара алмаймыз да, бірақ мағынасына келетін болсақ, мағынасын алмаймыз деген сөз айтқан. Неге енді кітапқа келтіріп қойды оны? Не үшін сізбен басымызды ауыртып отыр? Артық әңгімені айтып. Неге дейді? Мынандай оқиғадан сақтану үшін, айбрат үшін, ескерту үшін келтірген дейді. Себебі бір кітапта оқып жатсаң тұру мүмкін мынау. Білмейтін адам, түсінбеген адам, әкеп аударып бере салу мүмкін сізге. Немесе бір жерлерде уағызда, сабақта айтып отыр мүмкін. Сол кезде не істейсіз? Оны айтуға болмайды, оның себептері мынандай, нақыл тұрғыдан дәлелі мынау, ақыл тұрғыдан дәлелі мынау деп не істейсіз? Елді сақтандырасыз. Сол үшін ғана, ескерту үшін, айту үшін емес, солай болды екен деп, сендіру үшін емес, бәлкім сақтандыру үшін келген екен. Жалғастырайық. Қади Ияд өзінің Шифа деген кітабында былай дейді: "Лам юхриджху ахадун мин ахли сихха". Міне көрдіңіз бе? Демек, хадис танушылардың ішінде бұл хадисті біреу шығармаған. Шығармады дегенімізде, сахих хадиске қоспаған. "Вала раваху сиқатун бисанадин салим". Және оны сиқа дегенімізде сенімді адамдар дұрыс санатпен, не істемеген, сау санатпен риуаят етпеген. Демек, санатында да не бар? Кімнің көзқарасында? Қади Ияттың көзқарасында санаттың өзіне. Санат дегенімізде бізге жету жолының өзінде де не бар? Ауру бар деген сөз, кемшілік бар. Бірақ санады дұрыс деп айтқан кім екен? Ибн Хаджар Асқалани. Уаммал матн, мағынасына келетін болсақ, фалайса асхабу расулиллахи валал мушрикун маджанин. Ал мәтінне мағынасына келетін болсақ, пайғамбарымыздың сахабалары және сондай-ақ иман еткен мүшриктер, иман етпеген мүшриктер жынды емес қой дейді. Құран қай уақытта түсті? Құранның түсу негізі мақсат не еді? Не үшін түскен еді? Білесіздер ме? Негізі мақсаттарының бірі сол кезде араб төңірегі немесе жалпы адамзаттар өте шешен сөйлейтін болған. Тіпті 9 жасар немесе 6 жасар, 7 жасар баланың өзі сөйлегенде шешенмен сөйлейтін, яғни шешендік деңгейде сөйлейтін. Сол себепті Құран не қылып келді? Сондай шешен болсаңдар, алып салма өнерлерің болған болса, осындай айта аласыңдар ма деп түсті емес пе? Сынап. Сонда ешкім Құрандай мағынада айта алмады емес пе? Енді Құранда осындай қарама-қайшылықтың шешен болған, сөзге жатып алған адамдар артында тұрып, имам пайғамбарымызға ұйып тұрып, ұймаса да мүшриктер, олар да шешен болды ғой. Пайғамбарымыздың аузынан шыққан нәрсені бірден байқау керек, мынада қарама-қайшылық бар ғой деп. Солай ма? Соны айтып жатыр. Сонда пайғамбарымыздың сахабалары және мүшриктерді жынды емес қой дейді. Хатта ясмау мадхан асна изам. Не істеді дейді? Қараңыз. Нәжім сүресін пайғамбарымыз оқып келе жатады да, нені жамандайды? Нені? Мүшриктердің Құдай деп атау беріп табынып жатқан Ләт, Ұзза, сосын Мәнат деген 3 міне пұтты айтып кеп не істеп келе жатыр? Жамандап келе жатыр. Жамандау дегенімізде пайда бермейді, зиян бермейді.
олар сендерді тозаққа апарады деген сияқты мағынада келе жатыр. Түсінікті ма? Енді жамандап келе жатады да соның арасына, соның ортасына мақтауды кіргізіп жіберіп, қайтадан жамандап кетуі күмән тудыра ма, күмән тудырмай ма? Күмән тудырады ғой. Тағы да кім үшін? Шешен болып тұрған, сөздің майын тамызған сахабалар мен мүшриктерге бұл бірден анық көрінеді. Қалай ол деп? Жамандап келе жатты да арасына бір жақсы сөзді кіргізді, қайтадан жамандап кету. Қарама-қайшылық қой. Түсінікті ме? Сол тараптан, сол тұрғыдан алғанда сахабалар мен мүшриктер жын емес қой дейді. Бірден ажыратады ғой. Заммин уаяджузу залика алейхим, ол мүмкін емес дейді оларға. Олардың сондай жерді жіберіп қоюы, байқамай қалу олар үшін рұқсат емес дейді. Фабада зикрил аснам, міне қараңыздар. Ана пұттарды атап өткеннен кейін қала ин хия илля асмаун саммайтумуха, ал мынау сендердің атап қойған өздеріңнің есімдерің, уа абаукум, және аталарың, ма анзалаллаху биха мин султан. Жамандап жатыр ма? Жамандап жатқан жоқ. Міне мына пұттардың есімін кім қойды? Пұттардың есімін кім қойды? Өздерің қойдыңдар, ата бабаларын қойдыңдар. Ол пұттардың есімін кім айтқан жоқ? Ма анзалаллаху биха мин султан. Яғни мына пұттардың есімін бұлай атаңдар деп Алла вахи түсірді ма, түсірген жоқ па? Вахи түсірген жоқ. Демек мына сөзде не тұр? Жамандау ма, жамандау емес пе? Жамандау ғой. Ана пұтты өздерің атап алғансыңдар, Алла тарапынан ондай атаңдар деп вахи түскен жоқ деп тұр ғой. Көрдіңіздер ма? Сонда жамандап келе жатып, арасына жақтау немесе пұттарың жақсы деген сөз кіріп кетуі, ол қарама қайшылық. Келмейді ол. Сөйтсе, мына оқиғаны көптеген тәпсіршілер тәпсірлеу барысында Құран кәрімді оқиғаны келтіріп кеткен екен. Сонда ол ғалымдарды адасты дейміз бе? Жоқ, адасқан жоқ, қателесті дейміз дейді. Демек, кітапты оқимыз, тәпсір болсын, сира болсын, ғалымның кітаптары. Сол жерде қателік табылған болса, біз қателігін аламыз да дұрыстаймыз. Қателік жіберген адамды кәбірге шығармаймыз. Неге? Жалғыз үммет, жалғыз дін дейді. Не істеген? Әлсізін әлсіз деп сақтап қойған дейді. Қателескен ғалымды қателесті деп, қателескен жерін жөндеп жасырмайды. Но қателескен екен, бетеге онда ешкім білмесін, қателігін алып тастайық та, ұрпаққа, мұсылмандарға немесе жалпы жер бетінің адамзатқа қателігін көрсетпей, бұлай шығара салайық. Мұсылмандар онда жоқ дейді. Қателесті ма? Қателігін табамыз, жөндейміз, және солай жазып қалдырамыз дейді. Бізде жасыратын аурет жоқ дейді. Жасырып қалу керек деген. Ал кімде бар ол? Еврейлерде бар. Кімде бар? Христиандарда бар. Не істейді? Қателіктерін жасырып өзгертеді. Айтқысы келмейді. Жоқ, біздің дін ғана не істеген? Әлсізді әлсіз деп сақтап қойған. Сахихты сахих деп сақтаған. Ғалымның сөзін сол қалпында сақтаған. Дін турас, мына мирас не істейді дейді? Уақыт өтумен өзін тазалап отырады дейді. Кеткен кемшіліктерді өз реттеп отырады. Біз ешкімге мұқтаж емеспіз. Сырттан кеп, сендердің діндеріңде мына жерде қателік кеткен екен, жөндеп берейік деп айтуына біз мұқтаж емеспіз. Дін өзін не істеп отырады дейді. Өзін тазалап, өзін не істейді? Ауырын шығарып тастайды. Неге? Себебі Құранда Алла тағала не деп айтты? Инна анзалнаху, біз оны түсірдік. Біз оны ла хафизун, біз оны өзіміз істейміз. Қоршап қаламыз еді ғой. Дұрыс па? Кетті. Фәл кәламу ғайр мұнтазим. Демек, мына сөзге қаратын болсақ, ақыл есі дұрыс болған болса, сәл көз ашық адам болса, мына сөздің дұрыс емес екеніне көзіміз жетеді. Уәләу кәна зәлика қад хасала, тіпті жарайды. Солай болды дегеннің өзінде версия. Ләттәхазахыл куффару алейхи худжатан юхаджунаху биха вақтал хисам. Жақсы. Пайғамбарымыздың аузынан сол сөз шықты дегеннің өзінде, онда мүшриктер сол сәтте, пайғамбарымызға қарсы тұрған мүшриктер осы әрекетін бетіне не істер еді дейді? Бетіне ұрар еді дейді. Соны өзіне қарсы құжат қып қолданар еді дейді. Қандай сәтте? Таласқа түсіп қалған сәтте сен сөйтіп айттың ана жақта дер еді. Келмей қалады ғой сонда. Сонда өзінен қарсы бетіне ұратын, қайтаратын, бетіне қайтарып беретін не болып қалар еді? Мүшриктердің қолындағы пайғамбарымыздан кеткен қателік болып қалар еді. Жоқ, ондай мүмкін емес. Көрдіңіздер ме?
وليس ذلك قيل أقل من تحويل القبلة إلى الكعبة. Оған таң қалмаңыздар. Мушриктер ондай жерді жібермейді дейді, ондай мүмкіндікті. Мұхаммедтің кеткен кемшілікті қалай ұстап алады да ертең олармен сөзге келіп қалғанда соны айтады да, сен кеше сөйткен едің ғой деп. Оған дәлел қыбла ауысты емес па? Ал қыбла ауысқанда бәрі қарап отырды ма? Жоқ, сол сәтте де пайдаланды ғой. Не деп айтты? Мыналар қызық қой. Ата баба діні, ата баба қыбласы деп Палестинаға қараған еді. 17 айдан кейін. 17 айдан кейін. Неге қарады? Каабаға қарағанда не деді? Сөгіп салды емес пе? Бұлар не істеді сонда деп. Демек, мушриктер жынды емес олар. Мынандай сәтті жіберу мүмкін емес. وهذا قالوا فيه ما قالوا. Ал Каабаға қатысты айтқан сөзі Құранда қалған. Оны білеміз. Хатта саммахумуллаху суфаха. Алла тағала сол сөздер үшін Құранның Бақара сүресінің 3-ші парасына не деп айтады? وقال سفهاء وقال Бақара сүресінің 3-ші парасы қалай басталушы еді? فيقول السفهاء من الناس. Не деп айтты? ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Солай ма? Адамдардың ішінде сафихтер не деп айтады? Мыналарға не болды? Қыбла жүздерін бұрып неге өзгертіп жатыр деп. Демек, мушриктер пайғамбарымыздың осындай қателік кеткен жерін жібермес еді. Солай ма? Кеттік. وأنزل فيهم мында тұр екен. في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Мыналарға не себеп болды? Бұрын қыбла қылып ұстанған Палестинаны тастап қай жаққа бұрып кетті? Харамға, Каабаға. Неге бұрып алды жүздерін? Не себеп болды? Міне, сөгіс па сөгіс? Себеп па? Себеп. ولكن لم يسمع عن أي واحد من رجالتهم والمتصدرين للعناد منهم. Бірақ біз қазіргі таңда ешкімнен сол қарсы тұрған, қырсыққан адамдардың біреуінен естімедік. Ән қала былай деп айтқан: мәләка замамта алихатана бa'да ан мадахтаха. Біз қазіргі тарихта ешбір мушриктің және пайғамбарымызға табан тіреп қырсыққан, қарсы тұрғандардың аузынан мына сөз естіген жоқпыз. Я Мұхаммад, саған не болды? Бірінші пұтымызды мақтадың да, немесе жамандап кеп не істедің? Мақтадың. Ол қалай деп сұраған сөз қалған жоқ дейді тарихта. Ол солай болған болса, пайғамбарымыз сол намазда тұрып, Нәжім сүресінде шынымен жамандап кеп пұттарын жақсы айтқан болса, қалар еді ғой дейді. Солай ма? Солай. Мәләка замамта алихатана бa'да ан мадахтаха. Саған не болды? Пұтымызға сөз тигізіп кеп, жамандап кеп, балағаттап кеп, оны мақтағаның не? Қалай түсінеміз? Деген сөз тарихта қалмаған. Уакана залика аула, бірақ солай қалу керек еді дейді. Егер пайғамбарымыздан осындай әрекет қалған болса. Лахум мин тажриди суюф ва бадли мухажир рижал. Оларға лайық еді. Неге себеп олар? Сол сөз айтылған кезде пұт не істер еді? Қылыштарын шығарып соғысып кету керек еді. Жоқ, ондай тарихта қалмады ғой дейді. Жақсы. Ол жерде мынандай сыр болған дейді, бір оқиға болған дейді. Мына кітапта айтылмаған ол. Оны ұстаздарымыз ашып береді. Болғаны мынау дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Нәжім сүресін оққан хақ. Және сол Нәжім сүресін соңында оқысаңыздар, мушриктердің сәжде қылған хақ. Сәжде қылған хақ. Бірақ пайғамбарымыз осы сүрені оқу барысында пұттарды мақтап, олар пайда береді дегені, ол өтірік. Қалай? Пайғамбарымыз мынаны оқиды. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. Дем алады. Дем алу бар ма жоқ па? Құран оқуда. Имамдыққа шыққанда демі жетпей қалады кейде. Сакта деген бар ғой. Үзіліс, кідіріс жасау. Не үшін? Дем алу үшін. Білесіздер ма? Тәжвид үкімдерінде не дем алу үшін, дем жетпей қалғанда, не өтір жасайсың. Неге? Айтып оққан аятыңның несіне тоқтау үшін. Арттағыларға не үшін? Ескеріңдер, мына жер маңызды деп ескерту жасау үшін тоқтайсың. Солай ма? Үшінші сәкте жасау себебің сұрақ болған кезде тоқтайсың. Өтіп кетпейсің. Тоқтау керексің. Сонда артта тұрған адам елең ете қалады. Не айтпақ деп. Түсінікті ма?
Осындай мақсаттарда имам не істейді кейде? Тоқтайды. Ал пайғамбарымыз осы жерде не істеген дейді? Дем алған дейді. Ары қарай оқып кету үшін. Сол арада пайғамбарымыздың артында тұрған сахабалар мен ана жақта отырған, тыңдап отырған мүшриктердің құлағына мынау естілген. Шайтан ләнатулла, пайғамбарымыз дем алып тұрған кезде пайғамбарымыздың даусын салып, мына айтылған нәрсені айтқан дейді. Түсінікті ме? Содан имамға үйіп тұрған сахабаларды, артта отырған мүшриктерде не деп ойлап қалған? Оны кім айтты? Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты дегеннен не істеп кеткен? Бәрі қуанып сәжде етіп кетті деген. Мафхум? Түсінікті ме? Осындай бір оқиға болған дейді. Жақсы ма? Жақсы. Осының өзін талдайды. Осының өзіне тоқталады. Қалай дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис айтқан, сахи хадис. Мен раани фил манами фақад раани хаққан, ләнна шайтана ла ятамассалу бия деді. Кімде-кім мені түсінде көрген болса, мені шынайы көргені. Себебі шайтан лағнатулла, Алланың лағнетіне ұшыраушы, менің бейнеме кіре алмайды, немесе менің бейнемді жасай алмайды демеді ме? Түс әлемінде ол. Түс әлемінде шайтан пайғамбарымыздың бейнесінде, денесінде келе алмаса, адамдардың арасында қалай пайғамбарымыздың даусын салады дейді? Сала алмайды дейді. Түсінікті ме? Демек, мына оқиға, бұл оқиға жалған да. Жалғандығына қазір нақты дәлел келтіреміз. Тағы да нақты дәлел келтіреміз. Демек, бұл нәрсені істеп кеткен, арада кіріп кеткен да. Бағана айттық қой, шәз негізі жоқ, бұған сенуге болмайды деген. Себебі пайғамбарымыздың денесін жасай алмаса, пішіндеп кіре алмаса, онда қалай даусын сала алады дейді. Және өзі тірі кезінде. Өмірден өтіп кеткен кезде, сіз түсіңізден көрген сәтіңізде шайтан кіре алмаса, онда бұл оқиғаның негізі өтіріктеу деген сөз. Жақсы. Кеттік. Ал қараңыздар. Хадисте пайғамбарымыз нені айтып тұр? Менің денеме ене алмайды, денемде келе алмайды деп тұр. Ал тәблиғ дегеніміз Алла тағала пайғамбарымызға жүктеген міндеттемелер бар ғой. Дінді жеткізу керек. Немен жеткізеді? Денемен жеткізе ме? Жоқ, тілмен жеткізе ме? Яғни махаллу тәблиғ. Тәблиғ болатын мүше. Тәблиғ жасайтын құрал қайсы? Дене ме, тіл ме? Тіл ғой. Сонда пайғамбарымыз денеме кіре алмайды деп жатқан болса, тәблиғ жасалатын, Алланың бұйрығын жеткізетін құралына кіріп кетуі қалай ол? Сол құралды қолданып, пайғамбарымыздың даусын салып айтуы ақылға қонымды ма? Ақылға қонымды емес дейді. Демек, мына оқиға шәз ба? Шәз. Оған тағы бір дәлел, нақты дәлел, енді бұл не тұрғысынан, уақыт тұрғысынан аламыз. Әлі жақсы, қандай жағдай болмаса да, әннәріл муаррихин, тарихшылар былай дейді. Әлләзина янқилуна хазихил ибарата ويجعلونها سببا لرجوع مهاجر الحبشة يقولون أثناء كلامهم إن الهجرة كانت في رجب. Енді қараңыздар. Мына тарихшылар дейді, пайғамбарымыз осындай айтты, осындай оқиға болған, сонда бағанағы мүшриктер сәжде етті, содан ана жақтағы Хабаша жатқандағылар оны естіп қайтты деп тарихқа енгізгендер, соны айтып кеп, сөздерінің арасында, қараңыздар, қарамайшылық туындап отыр. Мына тарихшылар не дейді? Аналардың кеткені дейді. Бағанағы 15 адамның кеткені қай мерзімде болған? Раджабта деп айтады дейді мына тарихшылар. Яғни осы хабарды жеткізген тарихшылар. Бағанағы 15 адам қашан кетті? Раджабта кеткен. Уарруджу кана фи шауал дейді. Қайтып келгені қай айда? Шауалда. Енді وَنُزُولُ سُورَةِ النَّجْمِ كَانَ فِي رَمَضَان дейді. Мына тарихшылар. Пайғамбарымыздан сондай бағана оқиға болды деп тарихқа енгізген. Және осы себеп болды дегендер, мына Нәжім сүресі қай айда түсті дейді? Рамадан айында. Енді есептеп көрейік. Олар Раджабта шығады. Ол кезде самолет бар ма? Қайық бар ма, жаңағы мотормен жүретін?
Жоқ. Сапардың өзі бір жағына бір айдай алады. Солай ма? Ражапты барды. Сосын Ражаптан кейін не? Шабан. Сосын Рамадан. Рамаданнан не түсіп тұр? Нәжім сүресі түсіп тұр. Олар қашан қайтып келіп тұр? Шәуәлда қайтып келіп тұр. Сонда Рамаданда түскен Нәжім сүресінің хабары оларға не деген тез жеткен дейді. Түсінікті ма? Рамаданда түседі, олар Шәуәлда қайтып келеді. Не деген тез жеткен, не деген тез келген дейді олар. Түсінасыздар ма? Міне оқыңыздар. فالمدة بين نزول السورة والرجوع المهاجرين شهر واحد дейді. Демек, Хабашаға кеткендердің қайтуы және Нәжім сүресінің түсуі бір ай болып қалып тұр ғой? Бір ай болып тұр ғой. Түсінасыздар ма? Сонда олар міне 5 минут бұрын аят түседі да, соны ести сап, неден шығып кеткен деген сөз? Жолға шығып кетті деген сөз. Түсіңіз ба? Ол қалай дейді? Қайтып оқыңыздар міне. Фәл-мудда байна нузули сура, сүренің түсуімен варужу'ил мухаджирин, мухаджирлердің қайту мерзімі шахрун вахид, бір ай дейді. Уәл мутааммил, осыған сәл ой жүгіртіп, көз жүгірткен адам әдіні сәл ғана ойланса болды. Тааммалин яра көрер еді, әнна шахра бір ай кәна ла якфи фи заки заман. Сол заманда бір ай жеткіліксіз. Не істеуге? Хабарды алып келе салуға. Сол айда. Хабардың өзі бір ай жетеді. Бір айда жетеді. Олардың өзі келем дегенше 2 ай болу керек дейді. Түсінасыздар ма? لا يكفي في ذاك الزمن للذهاب من مكة إلى حبشة والإياب منها. Сонда Рамаданнан түседі, Рамаданда хабар Хабашаға барады, Хабашадағылар сол айда Шәуәлда қайтып келу мүмкін емес. Түсініп жатсыздар ма? Демек, мына оқиғада не бар? Сәл бір күмән бар да. لأنه لم يكن إذاك مراكب بخارية. Сол кезде не болмаған? Көмірмен жүретін кемелер болмаған ғой. Бағана бу шығарып тұратын дейді. Ол бұрынғы қайықтарды айтып жатыр. Тусахилу сайра фил бахр, теңіздегі жүрісті жеңілдететін. Уәла телеграф, немесе телеграф, не ол? Телеграмма жоқ қой ол кезде. Юассилу хабара ислама Құрайшин лиман бил хабаша, Хабашадағыларға Меккедегілер исламды қабылдады, осындай оқиға болды деп жеткізетін телефон немесе телеграмма жоқ қой. Фәлә ғурабата, демек таңғаларлық жоқ. Бa'да залика ин қулна анна хазихил харафа мин маудуати ахлил ахва аллазина бтала Аллаху бихим хаза дин. Демек мына оқиған не деп айтсақ болады дейді? Хурафа дейміз де, ойдан тоқылған нәрсе, ойдан тоқылған хабар. Не істеген? Ойына еріп кеткен, діндегі Алланың сынағына түскен әлсіздердің сөзі дейді. Демек дінде жүріп сынаққа түсіп қалғандардың сөзі осындай болады. Тоқма нәрсені айтады. Валакин алхамдулилlah, бірақ Аллаға мадақ, фақат манна алейна би хифзи китабинал маджид. Алла тағала өзіне істеді, Құранды түсірді және өзі сол Құранды дінді сақтады. Аллази яхкуму байнана ва байна кулли муфтарин каззабин фа фи сурати нафсиха. Міне осы сүренің өзінде ва ма янтиқу анил хава дейді ғой. Сонда қалай? Ана жақта пұттарды жамандап кеп, пұттар жақсы деп келеді да, мына жерде оның айтқан сөзінің барлығы өзінен емес, ойдан емес, бәлкім кім арқылы? Уахи арқылы дейді. Келмейді ғой ана жақта. Міне. Валлади юлқихи шайтану мин ақбахи маруя. Ал енді шайтан сол сәтте пайғамбарымыздың дауысын салып сөйледі деген, ол пайғамбарымызға жабылған ең жаман нәрсенің бірі. Факайфа яқулуху алейхи ассалату вассалам ау яжри аля лисанихи мимма юсбиту шукука фил вахи. Енді қалай дейді? Сәл ойланыңыздар. Енді ақылға салдық. Қалай сонда? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нені айтады? Пұтты жамандап кеп, пұт жақсы деуі қалай? Соны тілмен айту қалай? Олай болатын болса, онда вахида күмән кетеді. Вахиға күмән түсті деген сөз, онда Құранға күмән кетеді деген сөз. Сонда Құрандағы әр аятқа біз немен қарайтын боламыз? Мынау рас па, өтірік па деген күмәнмен қарайтын боламыз.
Солай ма? Солай. Міне. فَكَيْفَ يَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Пайғамбарымыз оны қалай айтады? أَوْ يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ جَرِيدٌ. Айтпаған нәрсе, айтпаған жағдайдың өзінде тілімен сол нәрсе қалай тілмен шығып кетеді? Өзі айтпағанда, айтпаған шайтан салып береді деген нәрсені айтып жатыр. Мимма юсбиту шукук, ол неге апарады? Күмәнға апарады. Ал күмән қайда апарады? Уахиға апарады. Демек Жибрил алейхиссаламның кетеді, ал ол қайда апарады? Соңында Құранға алып келеді. Әл-әмру ләзи юридуху суфаха раддаллаху кайдахум фи нахри. Міне Алла тағала не істеді? Бағанағы надандардың қалауын кері қайтарып тастады. Уәлләзи варада фи сахих фи маудуи хада суджуд. Ал енді сахих хадисқа келетін болсақ, мына кәпірлердің сәжде етті дегеніне келетін болсақ, шынымен ол бар. Нәжім сүресінің соңында бар. Ода талас жоқ. Ма раваху Абдуллах ибн Мас'уд Анна набия алейхи ассалату вассалам қараа ва наджм. Пайғамбарымыз намазда наджмді оқыды. Кім тұр? Абдулла ибн Мас'уд. Фасаджада. Ва саджада ман кана мааху илля раджулан. Сөйтсе не істеді дейді, қараңыздар. Ва саджада ман кана мааху. Сәжде етті пайғамбарымыз, және сәжде етті кім? Онымен бірге тұрғандар. Демек, мана сәжде еткен адам ол мұсылман дейді. Қараңыздар. Илля раджулан. Тек солардың ішінде біреу ғана сәжде етпеді дейді. Ахаза каффан мин хаса ва вадааху аля джибхати. Жерде жатқан бір уыс топырақты тасты алды да бүйтіп сәжде етпей не істеді? Шекесіне тигізді дейді, бүйтіп. Тасты. Түсінікті ма? Содан уақала якфини хаза деп айтты дейді. Сәжде еткенінен қарағанда, мен сәжде етпей қояйын, осы сәжденің орнына жарайды деп не істеген? Жерде жатқан тасты алып бүйтіп шекесіне тигізген. Кім ол? Тоқталайық. Фараайтуху, сол адамды көрдім дейді. Бұны айтып отқан кім? Кім айтып отыр бұны бәрін? Абдулла ибн Мас'уд. Түсінікті ма? Қутила ба'да кафиран, немесе қутила ба'ду кафиран. Мен сол әрекетті жасаған. Көпшілігі сәжде еткен кезде мен сәжде етпеймін, мынау сәжденің орнына жетеді, осы жетерлік деп тасты алып басына тегізген, біраз уақыттан кейін кәпір болып өліп кеткенін көрдім дейді. Демек, сол сәтте ол кәпір болды ма? Көпшілік сәжде еткен кезде мына сәжде етпей қояйын, оның орнына тасты алып маңдайыма тигізген жетерлік деп айтқан адам кейін кәпір болып өлді дегенде нені меңзеп тұр сонда? Ол мұнафиқ болған дейді. Түсінікті ма? Көпшілік сәжде еткен кезде мына кісі не істемеген? Сәжде етпеген мұнафиқ болған дейді. Кейін не болып кетті? Мұнафиқтығы анықталып кәпір өлген. Уалайса фи хазал хадис адна дилалатин аля анна аллази саджаду мааху хум мушрикун. Демек, мына хадис не үшін келтіріп тұр? Бағанағы тарихшылар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазда пұтты мақтады дегендер мына хадис дәлел қылып келтірген. Ал мына хадисті қарасаңыздар, мушриктердің сәжде еткеніне дәлел жоқ қой дейді, ешқандай дәлел жоқ қой мушриктердің сәжде еткеніне. Бар ма? Жоқ. Уалайса фи хазал хадиси, мына хадисте дәлел жоқ. Адна далилин, аз ғана тұрғыдан, яғни азғантай ғана дәлел жоқ дейді. Аля анна аллазина саджаду мааху, пайғамбарымызбен сәжде еткендер олар мушриктер деген дәлел бар ма? Жоқ. Бәлкім мына сәжде етпей тұрған кім? Мұсылман және кім? Мұнафиқ дейді. Оқиық. Бәл аллази юфидуху, бәлкім мына хадистің беретін мағынасы қаулуху фараайтуху қутила ба'ду кафиран. Ол адамның сәжде етпейм деген адамның кейін уақыт өте келе кәпір болып өлген көрдім деген сөз мынаны білдіреді. Аннаху кана муслиман. Ол сол сәждеде немесе сол сәтте имамға ұйып маъмум болып тұрған, бірақ сәжде етпей қойған. Түсінікті ма? Сумма раайтуху иртадда. Кейін не болып кеткен ол? Діннен шығып кеткен. Түсінікті ма? Өздеріңіз суреттеп көріңіздер. Пайғамбарымыз имамдықта тұр. Абдулла ибн Мас'уд менмін мысалға. Мен де не істеп тұрмын? Отырмаймын ғой сыртта. Бәрін жазып. Мен де намаздамын. Намазда тұрған болсам, мушриктердің артта сәжде еткен мен қалай көрем? Кімнің сәжде етпегенін, кімнің тасталып басына қойған қайдан көрем? Ал көрген болса, ол қасында тұрған адамның әрекеті ғой сонда. Түсінасыздар ма? Бір сапта тұрған адамның әрекеті ғой сонда. Міне Абдулла Мас'уд тұр, қасында мұсылман тұр. Сол адам не істеген? Мен сәжде еткен кезде ол не істеген? Сәжде етпей, жердегі тасталады да басына қойған. Сәждеде тұрған, бір сапта тұрған адам көре ала ма, көре алмай ма? Көре алады. Демек, мына хадис
пайғамбарымыздың бағанағы о несіне сөзіне дәлел емес. Алар ана кісілер не істеген, мына тарихшылар мынаны соған дәлел қылып қолданған дейді. Соны анықтап жатыр. Мынаға мынадай ешқандай дәлел жоқ қой. Мүшриктердің сәжде етті дегенде. Бәлкім мына жерде дәлел бар. Анадан мұсылман болған кейін сол әрекетпен не істеп кеткен? Мұртат болып кеткен. وهذا ما حصل من بعض ضعاف القلوب. Шынымен болды ма ондайлар? Болды ғой. Жүрегіндегі иман әлсіз болғандар кейін не істеген еді? Уақыт өте келе діннен шығып кетті емес пе? Аллазина лам ятахаммалу ал-аза. Неге шыдай алмаған, төзе алмаған? Мүшриктер тарапынан келген зардапқа, зиянға төзе алмағандар шынымен не істеп кетті кейін? Мұртат болып кетті ғой. Факафару минхум. Солардың ішінде кәпір болып кеткен кім мысалға? Алию ибн Умайя ибн Халаф. Мына кісі кәпір болып кеткен. هذا ولما رجع مهاجر الحبشة إلى مكة لم يتمكنوا من الدخول. Демек түсінікті болды ма? Енді екінші көз қарас. Сонымен аяқтайын иншалла. Біз бәрін айтып кеттік. Шынымен мүшриктер сәжде қылған. Мына хадис оған дәлел емес. Оны анықтадық. Мына хадис басқаны айтып тұр. Сәжде қылған кім дейді? Мүшриктер және соның ішінде кім? Әл-Валид ибн Муғира. Әл-Валиду ибн Муғира. Кімнің әкесі? Халид ибн Әл-Валидтің әкесі. Түсінікті ме? Әл-Валид ибн Муғира. Сәжада қашан? Нәжім сүресінің соңында сәжде еткен. Неге? Пайғамбарымызға иман етіп, мына сүре Алланың хақ сөзі деп иман етті ма? Мойындап иман етті ма? Жоқ. Олай емес дейді. Бәлкім сәжде еткен екен, ол мүшриктер тахиятан ли-иъжазихи ва икбаран ва иъзаман дейді. Қайтып айтайын, олар сәжде еткен екен, пайғамбарымызға иман еткендіктен, немесе ана сөз, аузынан шыққан сөз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям, ол Алланың сөзі, ол хақ деп иман етіп емес дейді. Сондықтан емес, бәлкім пайғамбарымыздың аузынан шыққан сөзге таң қалып, ана сөздің мағынасына, тахия дейді. Тахия дегенімізде мойынсынып, ана сөзге ұлықтау көрсетіп сәжде еткен дейді. Екі сәжденің екі түрлі үкімі бар. Оған дәлел. Алла тағала Адам алейхиссаламды батпақтан жаратқаннан кейін, рухты беріп, адам қылып шығарғаннан кейін не деп айтты періштелерге? Сәжде етіңдер деді. Осы жердегі сәжде табынып кетіңдер деп жатыр ма? Жаратушы Алла мына жақта бұйрықты беріп тұр да, адамды жаратып мынаған сәжде етіңдер дейді. Сонда періштелерге серік қосыңдар деп тұр ма? Мүмкін емес қой. Сол сәттегі періштелердің жасаған сәждесі не? Құлшылық па, тағзим ба? Құлшылық емес. Аллаға серік қосып тұрған жоқ. Хаша лилля, Алла сақтасын. Періштелер так не істеді дейді? Адам алейхиссаламға жай ғана амандасып, оны ұлықтағаны дейді, жай ғана мойындағаны. Түсінікті ме? Демек, мүшриктердің сәжде жасағаны иман етіп емес, иман тұрғыдан емес, бәлкім ана сөздің шешендігіне, сөздің тереңдігіне таң қалғандықтан не істеген? Бас иген дейді. Түсінікті ме? Ол арабтарда бар екен. Оны имани тұрғыдағы сәжде деп айтпайды оны. Бәлкім қандай сәжде дейді? Сөзге мойындау. Яғни сөздің анау тереңдігіне, сөздің күші бар ғой сөздің. Соны мойындау деп айтады. Оған дәлел, мынау кісі танымал, мүшрик болған кісі, танымал кісі, тарихшы. Юсуф сүресін зерттеген. Юсуф сүресінде екі-ақ сөз бар. Бірақ сол екі сөз Юсуфтың өмір баянын басынан аяғына дейін қамтып, екі-ақ сөзмен жеткізіп бере салады. Сондай керемет бар, мұғжиза бар. Көпшілігіміз оны түсінбейміз, себебі араб тілін білмейміз. Ол қандай еді? Халасу лаху наджия. Халасу наджия деген екі-ақ сөз бар. Сол сөзден емес, сол аятта Юсуфтың толықтай өмір баяндалып кеткен дейді. Соны естіген кезде, естіген бағына кәпір сәжде еткен дейді. Ал сәжде еткен кезде неге сәжде еттің деп сұрағанда, ta'ziman lahu. Мына сөздің ұлықтығына не істедім дейді? Бас идім деген екен. Имани тұрғыдан емес.
Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүрені оққан сәтте артта отырған мүшриктердің сәжде еткені бар ма? Сәжде еткені бар, ол сахих, ол дұрыс, жоққа шығара алмаймыз, бірақ қалай сәжде етті? Имани тұрғыдан ба? Жоқ, ұлықтау, мойындау тұрғысынан ба? Ұлықтау, мойындау тұрғысынан. Оны не деп айтады екен? Икбаран. Мынау не деген сөз? Деп жада қалады да. Қазақта да бар емес па? Қазақта да болған. Сөзбен ақ не істейтін? Бәрін мойындатқан. Сөзбен ақ дауды шешкен. Солай ма? Сөзбен ақ не істеген? Сындырған. Себебі таяқ еттен өтсе, сөз неден өтеді деген? Сүйектен өтеді. Демек, бар ма екен бұл нәрсе? Бар. Ал енді осыны бізге ашып беретін ұстаздар да кітап ашып бермейді. Субханака Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайк. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. Бізге Раббани ілім нәсіп көкірек көзімізді аш, пайғамбарымызға деген махаббатымызды арттыр. Я Раббым, өзің деп ұстаған оразамызды қабыл ет. Я Джаббар, я Аллах. Я Раббым, тозақ отынан сақта, қабір азабынан сақта. Өміріміздің соңы көркем болу нәсіп ет. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп өтіміз нәсіп ет. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар би рахматика я архамар рахимин.